Бүгін сіздерге елімізде кең тараған бәдірең туралы айтқым келіп отыр. Соңына дейін көріп, подписаться, лайк басыңыздар. Қиярдың құрамында күндік қажеттіктерден болған көптеген витаминдер бар. Олар В1, В2, В3, В5, В6 және С витаминдері. Фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш. Міне осы заттардың барлығы кішкене ғана қиярдың ішінде жиналған. Біздің денсаулығымызға өте пайдалы қиярдың бұдан да көп қыр-сыры бар. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс екені баршамызға мәлім. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болатынын білесіз бе? Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамына қосылып, бетті нәрлендіреді. Сонымен қатар қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Көктем келді дегеннен жаз бойы қиярды әртүрлі салаттарға пайдаланып, әртүрлі тағамдарға пайдаланып, біздің қазақ халқымыз көптеп пайдаланады. Қиярдың негізгі пайдаларын атап өтетін болсам, олар ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады. Яғни күніне 2-3 бәдіреңді қиярды жесеңіз, сіздің ағзаңызда ешқандай ультракүлгінді, зиянды заттар, керексіз заттар болмайды. Сонымен қатар артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартрондық қышқыл бар. Қиярдың құрамында жалпы көбісі 90% судан тұрғандықтан қияр қарынды жақсы тойдырады және азу мәселесін жақсылап шешіп береді. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу керек. Кофеден, шәйден немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамыр мен диабетик дейді ғой, қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге көмектеседі. Ол үшін бір тілімді таңдайдың арасына 30 секундқа қойылса болғаны. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім қиярды жеңіз. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп салып, бөлмеге қойылады. Сол судың буымен шыққан бөлмеге тараған ылғалдылығы адамның көңіл күйін көтеріп, аурудан айықтырады. Сонымен қатар, сіз білесіз бе, аяқ киімнің кремі бітіп қалса, сол аяқ киімді бір тілім қиярмен сүртіп, әдемілеп, жалтыратып алуға болады. Шұңғылша, үйдегі бір раковина дейді ғой, айналдыра тазалау үшін бір тіліммен ысқылауға болады. Кәдімгі біздің пайдаланатын химикат кометіміздің орнын табиғи жолмен басуға болады екен. Құрт құмырсқаға қарсы бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршық қағаз, фольгаға немесе топыраққа қойып, қай жерде құмырсқа, шіркей бар, сол жерге қойсаңыз, лезде олар қашып кетеді. Қияр латын тілінен айналдырғанда кукумис савитус, асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық көкөніс дақылы. Жарық, ылғалды және жылы жерлерді жақсы өседі. Суыққа төзімсіз. Сабағы жатаған не өрмелегіш түкті мұртшалары арқылы шырмалып өседі. Ұзындығы 1-2 метрге дейін барады.
Жапырағы кезектесіп орналасқан ұзын сағақты түкті. Гүлі сары, дара жынысты. Жемісі қияр, жемісі жеуге жарамды. Тұқымы көп, шырынды және түсі жасыл болып келеді. Түріне байланысты көлемі әртүрлі болады. Қиярдың құрамында 96-95% су, 4-5% құрғақ зат. Құрғақ зат құрамында 2-2,5% қант, 1% белок, 0,1% май, 0,7% клетчатка, каротин, органикалық қышқылдар, эфир майы, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, С, В1, В2, В5, В6, pp, Е дәрумендері және А дәрумендері көптеп кездеседі. Қиярдың отаны энциклопедиялық еңбектердің мәліметіне қарағанда, қияр 6000 жылдан астам уақыт бұрын пайда болған. Оның отаны Үндістанның тропикалық және субтропикалық аудандары. Гималайдың етегінде әлі күнге дейін қиярдың ең көне жабайы түрлері өседі екен. Қияр дәстүрлі діндердің қалыптасуына өзек болған кітаптардың бірі Інжілде Мысырда өсірілетін көкөніс ретінде аталады. Ежелгі римдіктер мен гректер де қияр өсіріп жей білген. 1528 жылы неміс елшісі Герберштейн өзінің қолжазбасында Мәскеу мемлекетінде жазған саяхаты кезінде қияр жегенін жазады. Қиярдың Ресейде өсіріле бастағаны шамамен осы кез болса керек. Қазақстанда қияр өсіру 19 ғасырдың соңғы жылдарынан бастап кең тараған. Қиярдың пайдасы біздің ағзамызға өте мол. 95% судан тұратындығына қарамастан, қияр дәрумендер мен микроэлементтерге өте бай. Оның құрамындағы Б тобына жататын дәрумендер қатар жүрек, қан тамырлары үшін пайдалы. Калий организмдер зат алмасу процесінің қалыпты жұмысы үшін қажетті. Йод және аскорбин қышқылы бар. Бір қызығы, қиярдың көлемі неғұрлым кіші болса, оның құрамындағы С дәруменінің мөлшері соғұрлым көп болады екен. Қияр 3 астың дұрыс қорытылуы қалыпқа келтіріп, зат алмасу жұмысын реттейді екен. Қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланған дұрыс. Бұл көкөністе ағзамыз қажет ететін пайдалы заттардың көбісі жинақталған. Ол ағзаға қажетті мөлшерде қант дәрумендер мен электролиттер бере алады. Өте ерте пісетін, гүлденуі аналық типті аралармен тозаңданады. Өнімділігі жоғары және тұрақты будан. Қуатты ашық өсімдік. Бір буында бірнеше өсімдік көгін қалыптастырады. Жеміс біркелкі. Күңгірт көк, ақ бөртенді. Ұзындығы 6-12 см, демдік және тұстауға сапасы жақсы, тегі ащы емес, қабығы нәзік, тасымалдауға төзімді келеді. Пикул өсіруге өте ыңғайлы будан. Қияр теңбілінің вирусқа тұрақты, ақ ұнтақ ауруына тұрақты, жалған ақ ұнтақ ауруына тұрақты болады. Қиярдың Криспина F1 деген түріне тоқталып кетейін. Ерте пісетін, жоғары өнімді ақ бөрілі, ірі қырлы корнишонды тіпті партенокарпик сапасы жеткілікті жоғарғы. Өсімдік қуатты, ашық, бір буында бірнеше өскіндер түзеді. Жемісі күңгірт көк, сарғаймайды, тұздауға өте тиімді. Пикул өсіруге ең жақсы келеді. Ауаның қуаңшылығына төзімді. Қияр теңбілінің вирусқа, ақұнтаққа, жалғанды ақұнтаға төзімді. Шпалерлі ашық грунтта және әйнекті жылыжайлардың ішінде айналымында белгіленген өнім алу үшін өсіруде таптырмайтын таңдау болып табылады. Оның тағы бір түрі Вертина F1. Жаңа ерте пісетін парнетокарпиялық гибрид өңдеуге арналған.
тұздау мен маринадтауға жақсы. Жемістердің өнімділігі, тауарлылығы және тасымалдағыштығы жоғары. Вертена F1 өсімдігі жақсы өседі және күшті тамырлық күшке ие. Bir түйінде бірнеше өскіннің болуын қалыптастырады. Жемістері бір текті, бірдей қою жасыл түсті. Ешқашан сарғармайды. Тікенекті дайын өнімнің тамаша дәмін сақтау арқылы өңдегеннен кейін күтірлеуі қасиеті жоғалтпайды. Күшті өсімдіктер өсірудің айрықша жоғары және тұрақты өнімдер болуын қамтамасыз етеді. Ыстыққа шыдамды және қияр ауруларына өте төзімді. Варвина F1 түріне келейін. Үлдірлі және әйнекті жылыжайлардың бірінші және екінші айналымында өсіру үшін құрылған қиярдың партенографиялық буданы. Орташа бойлы, генеративті түрдегі өсімдік ортаңғы сабақта астықтың негізгі мөлшерін қалыптастырады. Жоғары өнімді, жақсы көлеңке түзуге бейім. Тартымды жемістері диаметрі 3/1 есептелген, ұзындығы 10 және 12 см. Жылтыр, ірі, кедір бұдырлы, цилиндрлі, тегіс және біркелкі сипатымен қою жасыл түске ие. Жоғары тасымалдылығымен ерекшеленеді. Өсімдікті отырғызудың ұсынылатын арақашықтығы 2,8-3,5 см болу керек. Отырғызу қалыңдығына және өсімдіктің даму күшіне байланысты 1 және 3 жапырақты өгейлерді құрастырумен бір сабақтарға қалыптастыруға болады. Баршамызға кең тараған орзу 1. Салатқа арналған пернекарпикалық өте ерте пісетін тегіс жемісті қияр буданы. Өсімдік ашық, өсу қуаты орташа, буынаралығы қысқартылған және желі сабағы аздау. Арзу F1 буданы бір буында бір мезетте 3-4 толық жетілген жеміс береді. Жинап алғаннан кейін сол буында жаңа гүлдену және түйіндену қалыптаса бастайды. Жемісі салыстырмалы қысқа 10-13 см. Қытырлақты, шырынды, тығыз балдырлы, дәмді, өте қаныққан, жағымды қиярдың иісі бар. Біркелкі, күңгірт, көк және тасымалдауға төзімді. Infinity F1 деген түрі өте жақсы екен. Әйнекті және үлдірлі жылыжайларға көктемгі, жазғы және жазғы күзгі метр айналымда өсіруге арналған. Ерте пісетін тегіс жемісті қияр. Өсімдік қуатты, бірақ та өсу жағы шартталған өсімдік. Жеміс салуы негізі сабағына келеді. Бір буын арасында бірнеше түйін салады. Жеміс тегіс, ұзындығы 17-18 см. Көк, жылтыр болады. Мүсіні цилиндрлі, қабықшасы қырлылау. Жемісі жақсы сақталынады және алыс жолға тасымалдауға өте төзімді. Максимум F1 түрі. Әйнекті және үлдірлі жылыжайларға көктемгі, жазғы метр айналымға өсіруге арналған ерте пісетін тегіс жемісті парнетокарпиялық қияр. Өсімдік ашық, дамуы өте қуатты, стресстік жағдайларға қарсы тұруы жоғары. Жеміс салуы негізгі сабағына келеді. Жемісі тегіс, ұзындығы 17-18 см-ге дейін барады, диаметрі 3-4 см. Күңгірт көк болады, жылтыр, мүсіні цилиндрлі, қабықшасы қырлылау болып келеді. Дәмдік және тауарлық сапасы өте жоғары. Көктемгі және жазғы отырғызу мезгілінде өнімділігі өте жоғары будан. Бір буын арасында бірнеше түйін салады. Жемісі жақсы сақталынады және алыс жолдарға тасымалдауға өте төзімді. Ақпаратым пайдалы болса, соңына дейін көріп, лайк және комментария қалдырыңыздар.